Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей қалай күн сайын. Бүгін Алматыда күн жып-жылы. Сондықтан без рукавкамен жүрмін. Таңертеңгісін бір тұртты жібердік. Енді онлайн мастер-класстың мәселелерімен бара жатырмын. Карташтыру керек, себебі ауылдық жерлерге де оплата жасауға ыңғайлы болу үшін Билайнға единицаға лақтыра алатындай етіп онлайн мастер-класстың картасын аштыруға бара жатырмын. Солай. Аспан ашық. Әрдайым аспанымыз ашық болсын. Сіздермен бірге қалай күн сайын. Және де Нұрсұлтан. Өзі? Біздер қазір Гранд Парк сауда үйіндеміз. Бүгін бірақ торт сатылды. Бірақ оған біз қуанып отырмыз, себебі бітпей қалған. Документ бойынша банкке барып керек, сол жұмыстарымызды бітіріп тастайтын болдық. Бітпей қалған жұмыстарымыз көп, сол жұмыстарды бітірейік деп шештік, әрі кішкене демалып алайық дедік. Өйткені негізі демалуға уақыт жоқ, бірақ сонда да бір ойымызды жинақтап алғанша демалайық деп шештік. Тағы да Блинцаға заказдар келіп жатыр. Бұйырса, солардың барлығын. Бүгін Блинца жеткізу керексіз, иә? Блинца, сосын суперменчик бокс, мегабокс алып келу керек. Иә, мегабокс суббота күні үйіне апарып беру керек, Алматыға жүр. Бүгінге деген бірақ субботаға жүр. Уақыт жағынан деп. Сосын менде сұрақ. Тәуелсіздік күні әлі өткен жоқ, неге елка қойған? Что за елка? Біліңдерші. Не қылған жаңа жоқ, тәуелсіздік өтпей жатыр. Мен түсіне алмаймын соны. Ладно, тойлай берсін, істей берсін. Ну, хотя бы тәуелсіздік күні уважать етіп, тәуелсіздіктен кейін арғарата бір ай тұрады, и так-то. Тәуелсіздік мерекесі күні, сіздер білесіздер, біздердің 1000 торт челленджіміз бар. Тәуелсіздік мерекесі күні біз торт пісіріп, көшеде мемлекет бюджетте жұмыс істеп жүрген, мысалы, көше сыпырып жүрген адамдарға торт тегін таратамыз. Оны айтпау керек еді, ғой? Құпиямен білесіз қойған емес. Сіздерге жағымды жаңалығымыз бар. Енді Құралай әр күн сайын емес, Құралай НК немесе КН лайфблогқа өзгеретін болады. Қалай ойлайсыздар? Қайсысы дұрыс? Сауалнама комментарийға жазыңыздар. КН деген дұрыс па, немесе НК деген дұрыс па? Негізі мен күйеуімнің атын бірінші тұрғанын қалаймын, яғни Н болып, иә? Сосын Құралай деген екінші болып тұрса К яғни. Бірақ естілгенде НК деген бір тілі естіледі да, КН деген әдемі естілетін сияқты. Сондықтан осы екі ойлы болып тұрмыздар. Екі ойлы болып тұрмыз. КН деген Қайрат Нұртас деген ғой? Иә, сол сияқты. Әлде құлағымыз үйренгендіктен ба? НК деп айта берсең мүмкін, оған да құлағымыз үйренген дейтін шығар. Білмеймін енді, көреміз. Оны студенттер жақсы ойлайды. Қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Дневной стационар келді. Больницадан шықтым. Укол сондай ащы. Системалы, ладно. Терпишь, ешнәрсе емес ауыртпайды. Енді үйге қайтамын, наконец-то. Мені уже қараңғы болып кеткен ғой. Ужас, просто ужас. Бүгінгі күннің соңғы заказы. Қайырлы кеш, құрметті менің оқырмандарым, көрермендерім. Біз блогтың соңында қайтадан сол вопросқа жауап берулеріңізді сұрағым келіп тұр. КН деген дұрыс па, немесе НК деген дұрыс па? Сондықтан жауап беріңіздер. Сөйлеңіз. НК деген дұрыс сияқты. Деп мен мұзық айтып жатырмын. Мен де НК деген дұрыс деп ойлаймын, бірақ НК деген естілгенде қалай естіледі? Қайрат Нұртас. Не үшін? Қойыңызшы жан. Әдейі істемеңізші. Сосын
Каналдың атын өзгертеміз дедік қой. YouTube. Иә, Құралай әр күн сайын емес, NK Life Blog немесе KN Life Blog деп өзгертеміз дедік. NK Life Blog? НК болсында қайрада қайрада. Онда NK Life Blog деп өзгертеміз деп шешім қабылдап отырмыз. Сіздер келісесіздер деген ойдамыз. Міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Сау болыңыздар. Бүгін 29 қараша. Баршаларыңызға қайырлы түн. Сіздермен бірге NK Және ағымдағы мұзық. Күнделікті видео түсіруге дайынсың ба? Иә, дайынмын. Life Blog. Күнделікті видео блогта бар ғой? 1000 торт сату керек. Иә, уже жақындап қалдық, 74 болды уже. 1000 тортта күнделікті блогта түсіру керек. Доставкасын істеп атқан. Алла қаласа барлығын түсіп, барлығын отчет беріп отырамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. NK-ның келесі видеосында жүздескенше.